Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін so және because conjunctions'тың айырмашылығын білетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен подписация бөліміндегі батырманы басып, яғни subscribe батырмасын басып кетіңіздер, және лайк басып қолдап кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Ал олай болса, so we used to talk about the result of a situation. Яғни сөзі бұл жерде сондықтан деген мағынаны білдіреді. Біз әңгімелесу барысында, яғни сол ситуацияның нәтижесін қолданған кезде айтамыз. Ал because өйткені деген мағынаны білдіреді. Біз we use because to talk about the reason of a situation. Яғни ситуацияның себебін айтқан кезде қолданамыз. Және why деген сұраққа жауап беретін сөз. Мысалға, it was raining, so I took my umbrella. Яғни жаңбыр жауып тұрған, сондықтан мен қолшатырымды алдым. Яғни со'дан кейін қарасаңыздар, біз нәтижені көрсетіп тұрмыз. I took my umbrella. Яғни жаңбыр жауып жатқан, сондықтан мен қолшатырымды алдым. Мынау екінші мысалға қарайық. I took my umbrella because it was raining. Яғни мен қолшатырымды алдым, себебі, себебін көрсетеміз. It was raining, жаңбыр жауып жатқан. Енді тағы да мынандай мысалдармен пысықтап жіберсек. I was tired, so I went to bed. Мен шаршадым, сондықтан мен ұйықтаймын, ұйықтадым. I went to bed because I was tired. Мен ұйықтадым, немесе мен төсекке жаттым деген. Because I was tired. Себебі мен шаршадым. Келесі тағы бір мысал. My knees started hurting, so I stopped running. Менің тізем жарақат ауыра бастады, сондықтан мен жүгіруді тоқтаттым. I stopped running because my knees started hurting. Мен жүгіруді тоқтаттым, себебі менің тізем ауыра бастады. Яғни қарап отырсаңыздар, мына жерде уже because'дан кейін біз себебін айтамыз. My knees started hurting. Яғни мен жүгіруді тоқтаттым, себебі менің тізем ауыра бастады. Ал so'ды біз сондықтан, со'дан кейін біз нәтижені көрсететін іс-әрекетті көрсетеміз. Тағы бір мысалға тоқталайық. I was lost, so I bought a map. Мен адасып қалдым, сондықтан, so I bought a map. Мен сондықтан карта сатып алдым дейді. I bought a map because I was lost. Мен карта сатып алдым, өйткені мен адасып қалдым деген мағынаны білдіреді.